Сәлем достар, бүгін өте жұмсақ әрі дәмді тез дайындалатын медовый торт жасаймыз. Ол үшін бізге сары май, құмшекер және 4 қасық мед керек болады. Осыны қалыңдау ыдысқа салып, газға қоямыз. Бір келкі болғанша араластырып тұрамыз. Қанша грамм қосқанымды турасын описанияға жазып қоямын, сол жақтан көрсеңіздер болады. Жасап көріңіздер, өте дәмді әрі жұмсақ болып дайындалады. Осылай бір келкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Осылай ергеннен кейін 2 ас қасық сода саламыз. Соданы да көпіріп 2 есе ұлғайғанша осылай араластырамыз. Осылай көпіргеннен кейін бұны газдан алып суытамыз. Суығаннан кейін 4 жұмыртқаны бір-біреуден кезекпен салып араластырып тұрамыз. Бірден 4 жұмыртқаны салмаймыз, кезекпен салып тұрамыз. Осылай түсі медтің түсі сияқты болады. Енді бұның үстіне 400 грамм ұнымызды саламыз. Ұнымызды салып, жақсылап араластырамыз. Қатты қою емес, қаймақ сияқты қамыр пайда болады. Бұны мен 30-30 кәдімгі пештің противеніне 2-ге бөліп құямын, 4 бұрышты қылып. Егер жұқа болғанын қаласаңыздар, сіздер 3-ге бөліп құйсаңыздар болады. Осылай жан-жағына жағып, осылай 4 бұрышты қылып құямын. 180 градуста 7 минуттай піседі, әркімнің пешіне байланысты. Және енді кремін қаймақ пен сахарный пудраны араластырып, және загуститель қосып жібереміз. Жақсылап араластырамыз. Енді коржымызды алып, осылай шеттегілерін кесіп тастаймыз. Ол біздің медовый торттың сыртын сәндеуге керек болады. Осылай коржымызды ортасынан тағы да бөліп аламыз да, сонда бізде 4 корж пайда болады. 4 корждың арасына кремдер жағып, бір-біріне қоямыз осылай. Осылай бірінің үстіне бірін 4 корж қоямыз. Егер сіздер жұқа еткілеріңіз келсе, 3 корж пісіріп, одан 6 осындай 6 этажды, 6 слойлы торт істеуге болады. Осылай посыпка